Вәдеге берік жігіт. Ертеде ағайынды 3 жігіт болыпты. Үшеуі де сыңыры шыққан кедей екен. Тапқандары жіп-жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қатты қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ торғай қонады. Бірінен бірі озып, жерден темдерін шоқып жүрген торғайларға қарап үлкені: «Шіркін, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім-ау», дейді қауғадай сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып: «Я, менің де осындай қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам басынан аянарым болмас еді», деп армандайды. Кенже інісі үндемей отырған соң ағалары: «Ал сен қайтер едің?» деп сұрайды. «Мен бе, менің осындай көп малым болмай-ақ, тұрмысқа тиек боларлықтай азынаулақ тұяғым болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім», деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей, үшеуі атып-атып тұрады. Сонда қария тұрып: «Менің есімім Вәде. Сендердің әңгімелеріңді манадан естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын», дейді ақ таяғын көтеріп. «Жасаңыз, қария, жасаңыз», деп жамырасады ағайындылар. «Ендеше жарайды, сен екеуің мал дедіңдер ме? Барыңдар. Сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірін қара түстісін, екіншісін ақ түстісін бөліп алыңдар», деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп-сілтеп қалады. Екеуі арсалаңдап жүгіріп кетеді. Сонда кісісіне қарап: «Ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үйді де, жар десең жарды да, азын аулақ мал да сол жерден табасың. Бар, тілегіңе жет», деп ақсақал көзден ғайып болады. Осыдан бастап ағайындылардың тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп күндер, жылыстап жылдар өтеді. Бір күні Вәде қасына пейіл мен бақытты ертіп, сол жігіттердің барып сынайық деп жолға шығады. Алай-дүлей боранда алдымен ағайындылардың үлкенінің үйіне келеді. «Әй балам, құдай қонақпыз. Мына боранға ұшып өлгелі тұрмыз. Отыныңа қақталып, аяғымызды жылытып шығайық, рұқсат ет», дейді қариялары дауыстары дірілдеп. Малына ие бола алмай долданған бай: «Осындай қымғуыт қой қырылып жатқанда қонақ емес, құдайым болсаң да аулақ», деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып, қалтыраған қариялар одан шығып ортаншысының үйіне келеді. Ол да ашуға басып, қондырмай жібереді. «Я, бұлардың сиқын көрдік, енді неде болса кішісінің үйіне барайық», дейді Вәде. Шабалана үрген иттің даусымен атып шыққан үй иесі қонақтарды қолтықтап үйге енгізеді. Ас үстіне түсіп жақсылап күтеді. Жігіттің жары да дұрыс адам екен. Кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады. Сонда Вәде тұрып: «Балам, сый құрметіңе қандық. Өлімнен ұят күшті», дегендей Вәдеңе берік, болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүние қоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамайсың», деп таяғын сылпып қалады. «Өркенің өссін». Шалдың ақ батасын алған кенже ұл мен оның әйелі бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасына бақыт та пейіл де қайта оралып, мәңгіге бірге болған екен деседі. Соңы.